Бұл күні Қазақстанды дүр сілкіндірген оқиға болды. Қамажай дүкенінің жанындағы жаппай төбелес кезінде 16 жасар сержант Болат жүрек тұсынан пышақ жарақатын алып көз жұмды. Бұл іс кейін Талғар оқиғасы деген атпен тарихта қалды. Алғашқы деректер жанжал бір банкі сыраның ақысын төлемеуден шықты деген ақпарат таратты. Алайда Ішкі істер министрлігі бұл мәліметті жоққа шығарды. Камера жазбаларында сатып алушы тауар ақысын төлегені көрінеді. Ол дүкен иесінен телефонын қуаттап алып, кейін сыртқа шыққан. Арада белгісіз келіспеушілік туып, жанжал төбелеске ұласады. Шерзат пен оның ағасы ауруханаға түнгі 1-ге таман жеткізілді. Дәрігерлер жасөспірімнің жүрек тұсынан ауыр пышақ жарақатын анықтады. Қанша жансақтау шаралары жүргізілсе де, жарақат өлімге әкеп соқты. Осылайша Шерзат Болат оқиға орнында жан тапсырды. Оқиғадан 8 күн өткен соң Шерзаттың отбасы тұратын Азат ауылындағы үй түн ішінде өртенді. Отбасы мүшелері қорғауға алынды. Ішкі істер министрлігі өрттің адам қолынан жасалғанын мойындап, іс бас прокуратура бақылауына алынды. Қоғам қысымының күшеюімен Талғар әкімі, оның орынбасары және аппарат басшысы қызметтерінен босатылды. Көпшілік бұл істе Хуторский ұйымдасқан қылмыстық тобының ізін көрді. Ішкі істер министрлігі бұл топтың ресми есепте тұрмағанын мәлімдеді. Дегенмен, тергеу барысында ұсталғандар саны 11 адамға жетті. Олардың қатарында ипподром жұмысшылары мен сұлулық салонының қызметкерлері де болды. Сот жүріп кінәлілер жазасын алды. Абзал Шынасыл 23 жыл бас бостандығынан айырылды. Равил Сакеев 20 жыл, Азамат Тоқтаубаев 15 жыл. Тағы да бірнеше адам 7-9 жылға сотталды. Қылмыс туралы хабарламаған, кәмелетке толмаған Думан Ысқақ 1,5 жыл алды. Сот сондай-ақ Шерзаттың отбасына 60 миллион теңгеден астам моральдық шығын өтеуді ұйғарды. 2025 жылдың тамызында апелляциялық сот үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Ал Хуторский жетекшісі атанған Хасан Қасымбаев бұл іс бойынша емес, 2021 жылғы басқа қылмыстар бойынша сот алдында жауап беруде. Талғар оқиғасы қоғамның заң мен әділдікке деген сенімін бір сілкіндіріп кетті. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.